Қайырлы күн оқушылар, 7-ші сыныптың 9-10 сабағымен жалғастырамыз. 8-ші бөлім. Ас атасы нан деген мақалды қалай түсінесің деген бірінші тапсырманың үстіндегі тапсырма екен. Сонымен нан туралы жазу керек. Нанды қалай бағалаймыз, не үшін бұл құнды тағам болып есептеледі. Осындай мақалдың интерпретациясы. Содан кейін басқа тапсырмалармен жалғастырамыз. Сонымен балалар, 3-ші тапсырма: нан қадірін білген адам ғана адам, жаның жомарт, алақаның ашық. Яғни осы батаның мағынасын түсіндіру керек. Мінекей осылай түсіндірдім сіздерге. Нан қадірін білген адам астың қадірін біледі. Қолың ашық, қолыңда барымен бөлісетін адам бол, қызғаншақ болма дегенді білдіреді. Армандарың орындалсын, жолың ашық болсын дегенді білдіреді екен. Келесі 4-ші тапсырма: мәтінді оқып, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар дайындау керек. Сонымен осындай 4 сұрақ дайындадым мәтін бойынша. Балалар, бұл сұрақтарды көшіріп жазу міндетті емес, басқа сұрақтарды да мәтін мазмұны бойынша дайындап қойсаңыздар болады. Өйткені мәтінді оқып шыққаннан кейін сұрақтар өзінен өзі туындайды. Сондықтан мәтінде барлық ақпарат бар. Сол ақпаратқа қатысты тек қашан, кім, не үшін деген сияқты сұрақтарды қолданып жаңағы сұрақтар қойсаңыздар болады. Жалғастырамыз. 5-ші тапсырма: мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікірлеріңді дәлелде дейді. Сонымен менің ойымша дұрыс тамақтану баланың физикалық және ой өрісінің дамуына әсер етеді. Бұл мәтінде бар сөйлем. Себебі мен оны құнарлы микроэлементтердің жетіспеушілігі болашақта күрделі денсаулық мәселелеріне әкелуі мүмкін дегенмен түсіндіремін. Мен оны бала қажетті тағам рационалмаса оның ағзасы мен миы толық дамымайды деген ЮНИСЕФ деректермен, мысалдармен дәлелдеймін, және осыған байланысты соңғы қорытынды ойды жазсаңыздар болады. Осыған байланысты мен дұрыс әрі толыққанды тамақтану адамның денсаулығына жақсы әсер етеді деген ойға келдім. 6-ші тапсырма: ойшыл қалпақтар ойынын ойнау керек. Балалар, мінекей кестені осылайша толтырамыз. Бірінші ақ қалпақ, сары қалпақ, қара қалпақ, жасыл, қызыл, көк қалпақтарының мына жерде қызметі белгіленген. Сосын жауап беретін сұрақтар, сіздерде сұрақтар тұр. Сол сұрақтың орнына мен жауаптарды жаздым. Яғни ГМО дегеніміз не? Олардың әсері, зияны қандай, пайдасы қандай, және қайсысын қандай жаңағы ойға келдім, қай ойға қосыламын деген сынды осы жерден барлық жауаптарды таба аласыздар. Басқа өз ойларыңызбен өрбітіп, өзге де жауаптар жазсаңыздар әрине болады. 7-ші тапсырма: гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар атты тақырыпта эссе жаз дейді. Балалар, мен сіздерге мынандай ақпаратты ұсынамын. Осы ақпарат негізінде өздеріңіз эссе етіп жазсаңыздар болады. Бұнда барынша оңай, түсінікті ақпараттарды пайдалануға тырыстым. Жалпы эссенің не екенін білесіздер деген ойдамын. Эссе қалай жазылу керек? Мына жерде сіздерге тапсырма арнасында оның талаптары да берілген. Сондықтан осы ақпаратты тек база негіз ретінде пайдаланып, осыдан түсінгендеріңізді жазсаңыздар болады. 8-ші тапсырма: төмендегі тыйым сөздерді қатыстырып мәтін құрастыру керек. Тыйым сөздер не екенін білесіздер деген ойдамын. Яғни істеуге болмайтын, дәстүр бойынша бұндай сөздерді бізде жиі айтамыз. Жалпы қазақтың дәстүріне, ырымына қайшы сөздер. Сондықтан бұл сөздерді тыйым сөздер деп айтады. Сонымен мына мәтінде барлық сіздерге берілген тыйым сөздер қолданылған, яғни тамақтану барысында не істеуге болмайды, қандай әрекеттерді істеуге жаңағы қайшы біздің дәстүрімізге. 9-ші тапсырма: кубизм әдісін пайдаланып тапсырманы орындау керек. Яғни одағай туралы айту керек. Бірінші одағайдың ережесін жазу керек, содан кейін оған мысалдар келтіру керек. Екіншісі, үшінші одағайдың түрлері мен оның ерекшеліктерін айту керек. Мінекей сіздерге барлығын да жерге жазып қойдым. Одағайдың жалпы 3 түрі бар: көңіл күй, жекіру одағай, шақыру одағай. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Балалар, түсініксіз болса әрине комментарий қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сонымен ары қарай жалғастырамыз. 4-ші бөлімі: бұл сұрақтың одағайға тән негізгі белгілерді айт дейді. Мінекей осындай белгілері бар. Және 5-шісі одағай сөйлем басында да, ортасында да, соңында да кездеседі. Яғни 5-шіде одағай
сөйлемде қандай мүше атқарады дейді. Бұл негізі сөйлем мүшесін атқармайды ешқандай одағай. 6-шыда қорытындылап жазу керек. Одағай туралы не білесің, жалпы одағай туралы ойың қандай. 6-шыда мен сіздерге көптеген ақпаратты ұсынып отырмын. Одағай жөнінде қорытындылап осындай ойларыңызды айтсаңыздар болады. Соңғы 13 тапсырма шығу парағын орындау керек. Маған не қиын болды, мен қандай тапсырмаларды орындадым деген сыңайлы. Бұны жалпы балалар әрқайсыңыз өздеріңіз орындауларыңыз тиіс. Бірақ мен сіздерге мына жерде үлгі болсын деп осындай жауаптарды ұсынамын. Келіссеңіздер осы жауаптарды жазсаңыздар болады, немесе басқа да тақырып бойынша басқа жаңағы нені түсінбедіңіздер, не қиын болды, нені өздеріңіз орындадыңыздар, нені үйрендіңіздер, қай нәрсе сіздерді таң қалдырды, қандай ақпарат, сол бойынша жаңағы жауаптарды жазасыздар. Сонымен балалар, қандай да сұрақтарыңыз болса да міндетті түрде комментарий қалдырамыз, және мен сіздерге уақытым барынша жауап беруге тырысамын. Каналға жазылып қойыңыздар, сонда әрбір тапсырманың орындалуын міндетті түрде жаңа аласыздар.